Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше әрі өте дәмді болып шығатын гүлханым немесе гүлмәнті деп те атайтын тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы тағамды бүгін кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жарты стакан су, жарты ас қасық тұзымызды және де бір жұмыртқамызды салып, үшеуін жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Оның үстінен 300-350 грамм ұнымызды електен өткізіп, жақсылап, бірінші осылай қасықтың көмегімен кішкене араластырып, бір-біріне жабыса берген кезде қолымыздың көмегімен жақсылап илей отыра, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Кішкене тынып болғаннан кейін біздің қамырымыз жайылуға да өте ыңғайлы, жұмсақ болады. Бірінші қолымызбен осылайша жақсылап жайып аламыз, бір-бірінің үстіне қойып, егер кішкене жабысып жатса, ұн сеуе отырыңыздар. Енді оқтаудың көмегімен осы видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 шетінен бірінші осылай жақсылап басып аламыз. Енді қамырымызды кәдімгідей жайып бастаймыз. Ортасына қатты салмақ салмастан шетінен ғана басып отырып жаямыз. Қамырларыңыздың шеті қалың болып жатса, видеодағыдай осылай екі шетінен орап, илеп жіберсеңіздер, екі шетінің барлығы түзу болады. Қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз, үстінен сұйық майымызды әдемілеп барлық шетіне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Менің алдыңғы жасағандарымның барлығы видеоға түспей қалыпты. Тағы да бір рет нақтылап көрсетемін. Осылай пышақпен бірінші әдемілеп кесіп шығамыз сопақшаларға. Және де осылай бір шетіне ғана салмасын салып шығамыз. Мен салмасына тартылған ет, пияз, сәбіз, картошканы пайдаландым. Көкөністердің барлығын майдалап үккіштен өткізіп жібердім. Сонда қатты ірілеу болып, біздің қамырымызға ілініп қалмайтын болады. Енді екінші шетін осылай бір-бірінің үстіне жауып, шетінен бастап, жай ғана орап бастаймыз. Егер де менікі сияқты беті ашық болғанын қаламасаңыздар, шеттерін жабыстырып жіберсеңіздер болады. Екінші бетін бір-біріне қойып, жай ғана орап, рулет сияқты орап бастаймыз. Міне бізде түрі өте әдемі көрінеді. Мантаваркамызды алдын ала майлап аламыз және де газға астына ыдысына су қойып қоямыз. Су қайнағаннан кейін мантаваркамыздың бетіне осы гүлханымдарымызды салып, барлығын әдемілеп беттерінде тағы кішкене майлап жібереміз щеткамен. Газдегі қайнап тұрған суымызға қойып 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің гүлханымдарымыз пісіп дайын болды. Бетіне осылай майонезбен немесе кефирмен, сәндеп, басқа да соустармен ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, өздеріңіздің достарыңызбен интернет желілерінде, WhatsApp, Instagram желісінде бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.